Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен балалардың ең сүйікті тағамымен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен қамырын жасауға көшеміз. Жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстіне қант пен тұзды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне ендігі кезекте біз дрожжымызды саламыз және де тағы да жақсылап араластырамыз. Осы массамызға сұйық майымызды құямыз және де тағы да жақсылап араластырамыз. Сұйық массамыз дайын, енді ұнды салатын боламыз. Ұнды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді оның үстін пакетпен жауып, жылы жерге 1 сағатқа жібереміз. Мен духовкаға 40 градусқа қоямын. Енді осы массамыз көтерілді. Енді осы массамызды жаятын боламыз. Қамырымызды видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп жаямыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді осыны пицца кесетімен немесе пышақпен осындай ұзын-ұзын текшелерге бөліп шығамыз. Видеоға мұқият қараңыздар. Осы қамырымызды сосискамызға ораймыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Менде 12 штук шықты. Сіздерде егер сосискаларыңыз кішкентай болса, онда 15-20 шақты штуктай шығады. Барлығын бір келкі етіп жағып шығамыз да духовкаға 30 минутқа жібереміз 180 градуста. Балалардың сүйіп жейтін тағамы дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Отбасыларыңызға жасап берсеңіздер болады. Олар міндетті түрде қуанып қалады.